Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы күн райын бақылайық. Мақсаты аптадағы күн райы жайлы түсініп оқу, телефон хабарламасын жазу. Сегодня мы понаблюдаем за погодой. Прочитайте и поймете о погоде на неделю. Будете писать телефонограмму о погоде. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Туман, бұршақ, град, көктайғақ, гололед, абайла, осторожно, либо будь осторожен. Кестеге қара, алдағы аптаның күн райын болжап айт. По таблице предскажи погоду на предстоящую неделю. Жақсы, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Дүйсенбіде күн бұлтты болады. В понедельник будет облачно. Сейсенбіде қатты жел болады. Во вторник будет сильный ветер. Сәрсенбіде тұман түседі. В среду будет туман. Бейсенбіде қар жауады. В четверг пойдет снег. Жұма, сенбіде күн ала бұлтты болады. В пятницу, в субботу будет пасмурно. Жексенбіде күн ашық. В воскресенье будет ясно. Енді өткен аптаның күн райын есіңе түсір, айтып бер. Мына астындағы керек сөздерді қолданыңыздар. А теперь вспомните о погоде прошедшей недели, используя нужные слова. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Дүйсенбіде күн бұлтты болды. В понедельник было облачно. Сейсенбідегі ауа райы есімде жоқ. Я не помню погоду во вторник. Сәрсенбідегі ауа райын нақты білемін. Ол күні қар жауды. Я точно знаю погоду в среду. В тот день шел снег. Бейсенбі күнгі ауа райын ұмытып қалдым. Я забыл погоду в четверг. Жұма күнгі ауа райы есіме түсті. Ол күні аяз болды. Я вспомнил погоду в пятницу. Было морозно. Сенбіде дала көктайғақ болды. В субботу был гололед. Жексенбіде күн ашық болды. А в воскресенье была ясная погода. Метеорологтардың күн райы жайлы болжамдарын түсініп оқы. Бір қатар өңірлерде жауын жауып тұман түседі. Бұл күні жолға шығу қауіпті. В ряде регионов пройдут дожди и туман. В этот день опасно выезжать на дорогу. Аздап жел соғып, артынан боранға ұласады. Подует легкий ветер, который перейдет в буран. Күн райы бұлттанып, жаңбыр жауады. Погода будет пасмурная, ожидается дождь. Солтүстік өңірде көктайғақ болып, жел күшейеді. В северном регионе будет гололед, ветер усилится. Күн райы жауын шашынсыз ашық болады. Погода будет ясная, без осадков. Кей жерлерде жел күшейіп, бұршақ жауады. В некоторых местах усилится ветер и выпадет град. Келесі тапсырма. Сіздер мына метеорологтардың күн райы жайлы болжамдарын түсініп оқыдыңыздар. Енді бұл күн райы болжамның жылдың қай мезгіліне тән екендігін анықта. Үлгіні басшылыққа алып жаз. Вы узнали прогноз погоды метеорологов. А теперь узнайте, на какое время года этот прогноз погоды. Пишите по образцу. Жарайсыңдар. Олай болса өздерің тексеріңдер. Проверьте себя. Бірінші хабарламада айтылған күн райы көктем, күз мезгілдерінде болады. Өйткені жаңбырдан соң жер беті дымқыл болады да, тұманға айналады. Ал тұманнан жолдың көрінуі қиын. Екінші хабарламада айтылған күн райы қыс мезгілінде болады. Өйткені қатты жел қарды боратады да, артынан боранға айналады. Үшінші хабарламада айтылған күн райы көктем, күз, жаз мезгілдерінде болады. Өйткені жаңбыр жылы мезгілдерде жауады. Төртінші хабарламада айтылған күн райы қыс мезгілінде болады. Өйткені жаңбыр жауса, немесе қар ерісе, жер беті қатады. Бұл күн адам өміріне қауіпті. Бесінші хабарламада айтылған күн райы
жаз мезгілінде болады. Өйткені күн ашық, ыстық болады. 6-шы хабарламада айтылған күн райы қыс мезгілінде болады. Өйткені жел күшейсе, жаңбыр бұршаққа айналады. Келесі тапсырмадан ғаламтордан алдағы аптаның күн райы болжамын қара. Телефонмен туыстарыңа хабарлама жаз. В следующем задании посмотрите прогноз погоды на следующую неделю в интернете. Напишите сообщение своим родственникам по телефону. Тамаша балалар, олай болса өздеріңді тексеріңдер. Туыстар, көршілер, достар. Ертең күн райы аяз болады. Жылы киініңіздер. Синоптиктердің айтуынша сынап бағанасы таңертең -25 градусты көрсетеді, ал кешке -27 градусты көрсетеді. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Келесі тапсырмада ойланыңыздар. Заттарды жұмбақтап түсіндіріңдер. Жұмбақтың құрылымы міне қандай сұрағына жауап беретін және не сұрағына жауап беретін сөздермен жасырыңыздар. Следующее задание. Подумайте над загадкой. То есть здесь вы должны загадку отгадать по признакам предмета. Мысалы, көк, қызыл, жылы киім. Ол не? Например, синий, красный, теплая вещь. Что это? Тамаша балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Ертеңгі күн райын болжап жазып келіңдер. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.